Құрметтілерім, әрі қарай жалғастыратын боламыз. Яғни мен осы сабақтың алдында сіздерге аштық голод жайлы айта кеттім. Сіздер осы сабақтан кейін өзіңіздің айналаңыздағы голодный адамдарды, жанталасып жүрген адамдарды байқайсыздар. Голодный адамдардың көпшілігінің белгілері ол әрине выживаниеда өмір сүру, өйткені ол өмірде барлығы шектеулі мөлшері бар, бітіп қалады деген бессознательный действиямен жанталаса бастайды. Голодный адамдарда өте көп суета бар, яғни ол адамдар өте көп әрекет жасай береді. Азаннан кешке шейін жаңағы көбірек еңбектенсем, көбірек қарпып алам дейді. Өмірдің бір кезеңінен ол адамдардың көпшілігі өтуге тиісті, яғни жанталасу, содан кейін барып адамға осознание келеді, что жанталаспен ештеңкеге жетпей жатқандығы, наоборот, жанталасқан сайын өмірін қиындатып жатқанын адам біраз жанталастан өткеннен кейін ұғады. Бұл жайлы Экхарт Толленің сабағына қатысқан кезде керемет бір түсінік айтқан болатын. Толле бір студент қыз сұрады Толледен: мен сізді тыңдасам, духовный путьқа өткім келеді, ал Тони Роббинс тыңдасам, ақша тапқым келеді. Қайсысына өтейін деген кезде Толле айтқан болатын: алдымен Тони Роббинске барыңыз, содан кейін түбінде маған айналып келесіз деген. Сол сөзде үлкен астар жатыр, яғни біз алдымен өзіміздің өмірімізде біраз жанталасуға, жаңағы өмірде шыңғыруға, біраз тер төгуге тура келетін кезеңдерді сіздердің бір қатарыңыз басыңыздан кештіңіз деп ойлаймын. Осы именно аштықта өмір сүретін адамдарда көбірек әрекет жасасам, мен онда берекетке жетем деп ойлайды. Ал шын мәнінде менің түсіндіретін осы сабақтың барысында 5-й измерениеде өмір сүретін адамдарда көп әрекет жоқ. Олардың әрекеттерінде, наоборот, наслаждение, спокойствие әрекеттері, по-мастерски рахаттанып жасау болатын болса, ал наоборот, олардың әрекеттері 20% болатын болса, нәтижелері 80% болады. Ал именно көбірек әрекет жасасам, жетістікке жетем деп ойлайтын адамдарда әрекетінің айналасында бос суета көп. Яғни әйтеуір бұл болмайтын дүниелерді ешқандай ой қосылмаған, ешқандай мышление қосылмаған, ешқандай ақыл қосылмаған бос әрекеттерді көбірек жасай береді, и осылай өз-өздерін угылға загонять етіп қуыра бастайды. Соның әсерінен соңында әрекетті ешқандай нәтиже әкелмегендікке өз-өзін адам жек көре бастайды. Яғни ол адамдарда именно шаршадым, өмір қиындық деген, өмірде әрі қарай не істеймін деген осындай программамен өмір сүреді. Әсіресе, мысалға, осы жанталаста, аштықта өмір сүретін адамдарда қандай белгілер болады. Жаңа айттым ғой, әрекеттерінде ешқандай ой қосылмаған, ақыл қосылмаған, үнемі суетливый әрекет болғандықтан, олар күндердің бір күнінде обязательно зорығады. Яғни қашанға өз-өзіңді қуырасың, қашанға өз-өзіңді жаңағы қинайсың. Сондай моменттерде бір бессознательно, яғни мен шаршадым деген олардың ішкі жан дүниесінде осындай программа көтеріледі. Именно осы аштықтан, өз-өзін қуырғаннан, выживаниеден, яғни адам выгоранияға келіп түседі. Сондай моменттерде адамдарда автоматты түрде шаршап кеттім бүкіл жұмыстан, әрі қарай ештеңке істегім келмейді, я не хочу ничего делать деген осындай бір состояние адамдарда туындай бастайды. И адам сол мидың искаженный восприятие айтқан, мидың айтқанына иланады. Расымен де мен шаршадым, расымен де мен өте көп дүние туындаттым, расымен де менің өмірімде ешқандай қызық болмай қалды дейді. И сол моментте шаршадым дегеннен кейін адамда автомат түрде откат, яғни артқа қарай, өзінің өмірін артқа қарай лақтыратын адам амалдарды ойлап бастайды. Откатқа өтетін адамдардың белгілері қандай? Откаттағы адамдарда именно бірінші белгісі ол мен шаршадым дейтін болса, адам өзі бессознательно, яғни мына өмірді күрес деп ойлап тапқаннан кейін, өмір қиындық деп ойлап тапқаннан кейін, адам бессознательно бір жылы орын іздей бастайды. Яғни ол адамдарда мынандай ойлар қылаң береді. Шіркін-ай, осы бүкіл кредитті төлеп тастап,
яғни қарызым болмай бір ауылда тыныш өмір сүрсем, или осы жұмыстың бәрін тастасам, или бір айлыққа тұрып таңертеңнен кешке шейін бір 200 мың теңге айлыққа тұрсам, оказывается өмір деген қиын екен ғой деп, адам өзінің өмірдің майданына қарай, өмірдің қызыл бел ортасына қарай жанған өткізбей, өзін кері көндіру процесімен айналдыра бастайды. Яғни менде де ондай моменттер болған. Мысалға откатқа кеткен кезімде мен өзіме айтатынмын: Мақпал, давай, тараздан бір жер үй сатып алып, пожалуйста, тыныш өмір сүрші. Өйткені мен өмірмен күресіп шаршап кеткен едім. Осындай сіздерде белгі болатын болса, мен сіздерге қазір содан шығудың жолдарын айтпақшымын. Енді біріншіден мен сіздерге айтқым келеді, жалпы сіздің өмірде ақшаға ұмтылуыңызға негізгі мотивация болған сіздің оттарыңыз қандай еді? Соларға қазір терең назар аударсақ, одан кейін мен сіздерге шығудың жолдарын айтамын. Біріншісі, жаңағы именно осындай откатқа келетін, именно шаршадым дейтін, уже өмірмен әрі қарай қамалын алуға, өмірге тұтанған көзбен қарауға, өмірге жанған көзбен қарауға ешқандай желаниелер қалмайтын, жаңағы мен сабақтың осы барысында айта кеткендей, ерте өзін өлтіріп тастайтын адамдардың негізгі бірінші мотивациялары қандай болды? Мысалға қарап отырсаңыздар, ақша табуға итермелейтін біздің бойымызда бірнеше оттар болады. Яғни сол оттармен біз өмірде алға қарай шығамыз. Өмір, өйткені біз өмір деген үлкен майдан деп есептейміз, және ол майданда өмірмен күресу керек деп есептейміз. Ол жерде жаулар көп деп есептейміз. Ол жерде өзіміздің жаңағы қалауымызды жанталасып жүріп, каким-то образом алу керекпіз деп есептейміз. Қазіргі әсіресе мына интернет желісінде, инстаграмда болсын, мен тура осындай бессознательный, тура осындай слепой зонасынан жаңағы алдыға икем жасайтын, алдыға әрекет жасайтын адамдарды өте көп көремін. Жанталасып жүргендерді өте көп көрген кезде мен автоматты түрде денем түршігіп кетеді. Өйткені ол да менің өмірімде өткен кезеңім. Сонымен қандай мотивациялар болады? Бірінші мотивация ол әрине жаңағы голод, аштығыңнан каким-то образом тойдыру үшін алдыға ұмтылу, аш көзіңді тойдыру үшін. Екінші біздегі мотивация ол әрине докажу. Өміріңізде, мысалға, мендегі болған мотивациялар алдыға қарай ұмтылуыма, өмірде бір жетістікке жетуіме ықпал еткен мотивациялардың бірі, ол қалайда маған иттік істеген, менің өмірімде, менің ойымша, менің өмірімде маған жаңағы қиындық әкелген, сатқындық жасаған адамдарға көрсеткім келді. Где раки зимуют? Яғни, мысалға, өзімнің әкеме, мысалға, бала кезімде мені бақпадың, мен саған көрсетейін, қалай өсіп кеткенін, сенің қызыңның, мен саған мықты екенін дәлелдеймін деп жанталасқан моменттерім болды. Біреуі, сонымен қатар, мысалға, ажырасып кеткен бұрынғы күйеуіме, мен саған көрсетемін қазір әйелдің қалай өсіп кеткенін деп өзімді қамшылай бастадым. Қалайда жетістікке жетем деп. Осылар менің оттарым болды. Тағы бір отым, яғни докажудан бөлек, ол менде докажу бір жерінде тұрса, голодым бір жерінде тұрса, тағы бір отым, ол әрине не болды өмірдегі, ол қызғанышым болды. Яғни бала кезімнен өте қатты завистливый, қызғаншақ бала болып өстім. Сондықтан біреудің жаңағы кішкентай кезімде әлі есімде, біреудің бойынан мен алмаған затты көрген кезде менің ішімде жаман аласапыран болып, ішімде қиналып, ол алмаған затты мен алмайынша тыным таппайтын тұғым. Кейінде де осы менің осы качеством маған жетістікке жеткізуіме кәдімгідей көмектесті. Өйткені осы инфобизнеске келген кезде мен өзге де блогерлердің, өзге де эксперттердің алдыға шығып жатқанын көрген кезде мен сол түні ұйықтай алмай, таң атқанша ойбай, мен аналардан қалып кетпейін деп жан таласып, план құрып, өзімнің продажамды қалайда асырам деп кәдімгідей өз-өзімді іштей жей бастайтынмын. Яғни, мысалға, жаңағы менің голодым, докажуым, одан кейін қызғанышым, зависім мені қатты жетістікке қарай тұтандырған оттарым болды. Осы жерде тыңдап отырған кезде көп адам өзінің даже қызғаншақ екендігін де білмейді. Негізі зависть
кешірім өтінемін, мен ауырып отыр едім ғой, сондықтан жөтеліп отырмын, бірақ уайымдамаңыздар. Бәрібір сіздерге сабақты нақты түсіндіріп берем. Өйткені жаңағы менің қызғанышым, көп адам өзінің қызғаншақ екенін білмейді дедім, иә. Көп адам өзінің ішінде зависть бар екенін де білмейді, ал мен өзімді таныған кезде кәдімгідей завистің эмоциясына шейін, ойына шейін анық танып алғам. И оның қай кезде тұтанатынын да білемін, қай кезде мені управлять ете бастайтынын. Біреудің, мысалға, Жванецкийдің керемет сөзі бар ғой, сенің жаңағы арманың жоқ болатын болса, біреудің қолына қарасаң, сразу сенде арман пайда болады деген. Біреудің жетістігі мені кәдімгідей ұйқымнан айыратын. Сол кезде менің бойыма завистің эмоциясы, завистің химиясы бөлінетін, мен кәдімгідей дегбірден арыла бастайтынмын. Содан кейін сол завистің ойлары, мен қалып кеттім, ойбай тұрайын, елдің бәрі озып бара жатыр деген сияқты. Бұның барлығы айналып келгенде аштықтың айналасынан өрілетін түсініктер, аштықтың айналасындағы соның последствиясы. Содан кейін зависттен кейін адамды мотивацияға жаңағы алдыға қарай жетелейтін тағы бір оттардың бірі, ол әрине адамның қарызы проблемасы. Егер сіздің қарызыңыз, проблемаңыз болмаса, бәлкім сіз өміріңізде орныңыздан тұрып жұмыс істеуге или жаңа бір кезеңіңізге өтуге ешқандай құлшыныс қалмас еді. Қарызыңыз бар болғандықтан, проблемаңыз бар болғандықтан, амал жоқ орныңыздан тұрасыз да, көтеніңізді көтеріп, кәдімгідей жұмыс істеуге амал жоқ тұрасыз. Өйткені ана қарыз сізді тығырыққа кәдімгідей алқымыңыздан алып тақап тұр. Амалыңыз жоқ, сізге тұрмастан басқа выход жоқ. Сондықтан менің өмірімдегі жаңағы қарыздарым, осы проблемаларым менің біраз белесті бағындыруыма, өмірде біраз опытты көруіме, кәдімгідей үздіксіз еңбек етуіме алып келген оттарым болды. Одан кейінгі тағы бір адамның оттарының бірі айналып келген кезде көп адам өзін, мысалға, қазіргі уақытта, әсіресе осы 21 ғасырда, осы ақпарат дәуірінде, қазіргі психология, самопознание қатты дамыған уақытта адамдардың көпшілігінде байқалатын дүние өз-өздерін жек көру. Яғни, мысалға, өзіңді настолько жек көресің, жатып алсаң, сен все время продуктивный болуға тиістісің деген ой сенің кәдімгідей мотивацияң орныңнан тұрғызатын отың болады. Өйткені сен жатып қалсаң бір күн, или бір күн кәдімгідей бір демалсаң, өз-өзін жек көре бастайсың. Онда, мысалға, жұмысыңды уақытынан істемесең, не деген бір оңбаған адам едім, елдің бәрі жетіп жатыр ғой, мен неге тұрмай жатым деген өзіңді жек көру сезімі адамды орнынан тұрғызатын мотивациясына айналған. Менде де осы программа болды. Мысалға, мен үнемі жылдар бойы өзімді жек көрумен айналыстым. Сол өзімді жетістікке жеткен кезде ғана жақсы көрем деп ойладым. Ақша тапсаң ғана мен сені мақпал жақсы көрем. Сен өмірде бір қалауыңды алсаң ғана, машина алсаң ғана, или подписчигің көп болса ғана мен сені жақсы көрем дедім да. И анау ешек бар ғой, ешектің басына сәбізді ілетті. Ол сәбізді жаңағы ешек сәбізге жетем деп жүріп, егінді қалай жырып тастаған білмейді ғой. Сол сияқты мен сені жетістікке жетсем жақсы көрем деп ойладым. И мен сол ешек сияқты жанталасып өзімді жақсы көрем ба деп әртүрлі қырларымды алуға ұмтылдым, иә. И сіздерге айтайын, одан кейінгі тағы бір мотивацияның бірі, ол әрине өзіңнің балаларың үшін, либо жақындарың үшін, либо бір ауыратын бір туысқаның үшін, әйтеуір бір өмірде сен бір адам үшін самопожертвованиеге бару болып табылады. Мысалға, менің жағдайымда, енді мен жатып қалсам, или болмаса мен жұмыс істемесем, менің 3 балам бар. Ол 3 баламдың асыраушысы өзім болғандықтан, маған қалай да орнымнан тұруым керек, қалай да жұмыс істеуім керек, өйткені 3 баламның потребностьтары бар. Әсіресе кейбір адамдардың балалары қазіргі заманда, әсіресе бұрынғыда да болған шығар, өте қатты требование жоғары болады. Сізді бай қылуға дүниеге келген балалар болады. Менің
қызым Ділда сондай, өте қатты сұранысқа ие. Менің үлкен қызым Америкада оқиды. Ол да мысалға маған Америка оқуына төлеуім керек, амал жоқ балаларымды жақсы мектепке беруім керек деген дүние менің орнымнан тұруға мотивацияларым, оттарым болды. Өйткені олардың жоғарғы требованиелері маған жатқызып қоймады. Егер мен ондай менен талапшыл балалар болмаған кезде, мама маған Американы оқуын төле, маған жаңағы тамысты төле деген сияқты талапшыл бала болмаған кезде, бәлкім менің отым мұншалықты болмас еді. Енді қарасаңыздар, осының бәрі негативный дүниелерден орын алған оттардың барлығы мені кәдімгідей өмірде алдыға ұмтылуыма ықпал етіп жанталаса бастадым. Осылар менің жанымды қоймады. Өйткені біреу болмаса біреу кеп тұрады. Мысалға қарыз келеді, амал жоқ тұрасың, проблемаңды жабуың керек, либо аренда төлеуің керек, либо жаңағы балалардың оқуын төлеуің керек, либо айлық төлеуің керек. Одан кейін келесі біреуді қызғанып кетесің, либо балаларың бір нәрсе сұрайды, либо өзіңді жек көресің. Яғни қарасаңыздар, мен бүкіл өмірімде изобилиядан либо жаңағы бір өмірді познаниеден мен от алып көрген жоқпын. Барлығы менің ішкі матрицам, құрылысым осыдан тұрды. Енді өмірімнің бір бөлшегіне келген кезде, мен сіздерге айтайын, жандарым сол, осы дүниелер әр қарай жұмыс істемейтінін ұқтым. Яғни есімде даже бір түс көрем, аян сияқты түс көрген кезде, түнде ұйықтап жатсам, кәдімгідей менің опораларым бар екен, осындай. Сол опораларым барлығы быт-шыт шығып құлап жатыр. Құлап жатыр, и мен жаңа түсімде енді мен неден опора аламын, әрі қарай мен қалай өмір сүрем деп кәдімгідей аласұрып жатып, таңға жоқ оянып кеттім. И көп замай расымен де жаңағы менің ішімдегі зависім діңгек болған, жаңағы докажуым діңгек болған, или басқа да дүниелерім бір күні өзінен өзі құлай бастады, қызғанышымда. И мен сіздерге бұл дүниені айтып отырған себебім, даже сіздің ішіңізде мұндай сезімдер, мұндай опоралар бар болса да, өзіңізді жек көрмеңіз. Өйткені бұл адамдардың көпшілігінде болатын дүниелердің бірі. Почти жетістікке жеткен адамдардың басым 95%-інде осы дүниелердің арқасында жетістікке жетеді. Осылар олардың оты болады. Осылар ол адамдарды жанын қойғызбай, каким-то образом осы дүниелердің барлығы мені жетелеп, біраз жолға алып келді. Енді қазір мен сабақтың атын өздеріңізге третье измерение, пятое измерение деп бөліп тұрмын. Третье измерениеде бұл закондар жарады, яғни бұл закондармен өмір сүруге болады. Бұрынғы эра Водолеяға шейін сіздер кәдімгідей конкуренция, жанталасу, өз-өзіңді қамшылау, жек көру деген закондар жүзеге асатын болса, қазір адамзаттың барлығы ақырындап пятый измерениеге өтіп келе жатыр ғой. И пятый измерениеде бұл закондар жүрмейді. Уже сізді бұл түсініктермен есіктен кіргізбейді. Сізге ішіңіздегі закондарды, опораны ауыстыруға тура келеді. Басқа опора салуға тура келеді. Яғни ішіңізге ізгіліктің, изобилияның, махаббаттың опорасын салмасаңыз, сізге бұл дүниелермен, бұл жаңағы қару сайманмен сізді есіктен кіргізбейді. Өйткені ол бойыңыздан представьте, есік бар, сіз өтіп бара жатқанда чиқ-чиқ дейді ғой, аэропорттарда өткізбей қояды, өйткені сізде бір күдікті дүниелер бойыңызда бар деген сияқты. Жаңа әлемнің есігі ашылып жатқан кезде бұл дүниелермен біз ұзаққа бара алмайтынымыз анық. Енді бұл дүниелерден құтылу үшін құтыла алмайсыз. Сіз бұл дүниелерді тек қана басқара аласыз және өзіңізді қабылдай бастайсыз. Әр қайсысын өзіңіздің зависіңізді көтерілген кезде, ескі программа, ескі матрица сізде көтерілген кезде, сіз оны наблюдать етіп білуге тиістісіз. Мен зависім көтерілген кезде, өзімнің зависімді, жаным сол зависім, мен сені түсініп тұрмын. Сен бізді қалып бара жатыр деп ойлап тұрсың. Маған бұйырған нәрсе ешқайда кетпейді деп кәдімгідей өзімнің зависімен сөйлесуіме тура келді. И мысалға докажуым көтерілген кезде, жаным сол докажуым, кімге что докажым. Әркім өз қотырын өзі қасып жүр. Әркім өзінің ішкі қиналысында жүр. Кімге доказать етесің? Бүкіл адам ол Құдайдың бір бөлшегі.
әлемдегі бүкіл адам и так-то страданияда, кімге ол өмірде өзінің қиналысында жүрген адамға неңді докажешь, даже мықты адам болса да, оған сенің доказательствоң ештеңе керек жоқ. Яғни өзіңнің осы программаларыңның түрмесінен шығатын уақыт келді деген сөз. Сондықтан каждый частіңіз бұрынғыдай сіздікі көтерілген кезде, все, я хочу доказать, или, короче, өзіңді жек көру, сен қалып кеттің, мақпал оңбағансың деген кезде, бұлардың барлығы сізді басқарып келген матрица екен, ұқсаңыздар екен. Яғни, либо сіз осы жолда дальше кете бересіз, осы жолмен өміріңізді ары қарай осылай өзіңізді қамшылап, либо сіз осы жерде, осы сабақтың барысында бұрын көрмеген жаңа жолға өтесіздер. Осының алдындағы сабақтардың бірінде мен сіздерге неопределенность жайлы айттым. Яғни, неопределенность деген бұрын болмаған жерде болу, бұрын сезінбеген дүниелерді сезу, бұрын өткерілмеген сәттерді өткеру болатын болса, как раз сіздерге мен новый жолды осы сабақтың барысында ұсынғалы отырмын. Ешқашанда сезінбеген, жүрегіңіз махаббатта, әлемге деген, адамзатқа деген, бүкіл табиғат анаға деген, бәріне деген шексіз махаббаттан, изобилияден өміріңізге аяқ басу. Бірақ мен үнемі сабақтарымда осы бойыңызда, осы қасиеттердің бәлкім сізге негативный деп, өмірде негативный, позитивный деген ештеңе жоқ, просто сізге зиянын тигізетін өмірде негативный, позитивный бар, просто сіздерге түсіндіріп тұрған, бұл қасиеттердің сізге пайдасы да болды. Бұл қасиеттердің сіз кезінде өзіңізге выгодасы болды. Яғни, осы құралдарды пайдалану арқылы сіз осы жерге жеттіңіз. Енді бұл құралдармен қош айтысатын, олардың орнына басқа жаңа опоралар, жаңа түсініктер, жаңа өзіңіздің ішкі әлеміңізге, жаңа бір, жаңағы, қалай айтсам екен, жаңа ұстанымдар алып келетін уақыт келді. Сондықтан каждый раз өзіңіздің ішіңізде осындай программаны көрген кезде, сіз енді бұл жаңағы программадан бастау алғыңыз келмейтін, өзіңізге жаңа программа орнатқыңыз келетін айқын ұқсаңыз екен. Қанша